Қайырлы күн. Бүгін біз 3-ші күнді көз айналасына арналған массаж жаттығуымызды бастаймыз. Бұл массаждар көздің астындағы сөмкелер мен ісікті кетіреді. Алғашқы жаттығу бір қолымызбен көздің астын сипалап, тартып ұстап, екінші қолымызбен көздің астындағы сүйекті жайлап басамыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Екінші жаттығу қасымыздың астын осылай екі жаққа тартып сипалаймыз. Енді дәл солай қасымыздың үстін осылай екі жаққа тартып сипалаймыз. Үшінші жаттығу көзіміздің екі жанына екі саусағымызды қойып, көзімізді жайлап қысамыз. Енді дәл солай тек қана кішкене шалқайып, көзіміздің қарашығын жоғары қойып, көзімізді қысамыз. Төртінші жаттығу көзіміздің жанын осылай самайымызды екі саусағымызбен қысып шаш тұсына дейін жеткіземіз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Бесінші жаттығу көзіміздің астын осылай жайлап, шымшып, құлақ тұсына дейін жеткізіп, төмен қарай түсіреміз.
Енді дәл солай қасымызды қысып, құлақтың артына дейін жеткізіп, құлақтың артынан төмен түсіреміз. Және де соңғы жаттығу көзіміздің астын осылай сипалап, құлақ тұсына дейін жеткізіп, төмен қарай мойнынан түсіреміз. Енді дәл солай қабағымыздың үстін екі жаққа тартып сипалап, желкемізден төмен қарай түсіреміз. Осымен көз айналасына арналған 3 күндік массаж жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп, пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.